Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Алдарыңызға «Сана билігінде жолығу» атты кітапты ұсынамыз. Авторы Марғұлан Ақан. Үйлену керек, күйеуге тию керек. Апта сайын университет бітірген жігіттер демалатын орындарда жиналады. Ортақ әңгіме көп. Жұмыс, саясат, қоғам, өмірлік мақсат, үй мен көлік, қыздар және болашақ жар. Жастары 25-ке келген, кейбірі асқан жігіттердің күрсініп айтатын әңгімесі бір ғана: үйлену керек еді. Жанымда отырған 23 жастағы інім беу бір әңгіме бастады. Үй дайын, ата-анам дайын, көлік бар, тіпті той күнімен тойхана дайын. Енді тек қыз табу керек, деді. Айтылған ойды, әңгімені шама келгенше түсінуге тырысып отырмын. Бірақ тойхана дайын, күні белгілі дегенді түсіне алмадым. Алдымен қызды тауып, содан кейін өзара бір сөйлесіп, келісім жасап, кейін ата-ана таныстырып, одан кейін той күнімен тойхана жайы белгілі болатын еді ғой, деп ішімнен ойладым да әлгі ініме қайта сұрақ қойдым. Сонда қызды қалай табасың? Аға, қыз көп қой, маңдайынан шертіп жүріп бір қатын болатын қыз табам деді. Қатын болатын дегеніңді түсінбедім. Тамақ істеп, баламды туып, үйімді жинап, айтқанды тыңдап, ата-анамды бағып отыратын қыз ғой аға, деді әлгі жігіт маған. Ақымақсың ба дегендей көзімен қарап. Әрине, айтып отырған нәрселерінің бәріне қолдауға келісуге болады. Тек қатын болатын қыз табылар, ал өзіне әйел болатын қыз ше, ол қайда? Аға, әйел деген үйде отыратын адам. Біз еркектер түзде жүреміз, бізге бәрі рұқсат қой, деп айналасына мақтаныш бір көзімен қарап қарқылдап күлді дерсің. Отырған жігіттер ақыры сол үйлену керек еді деген тақырыпты жауып, ештеңе болмағандай тұрып кеттік. Сол тақырып жігіттер үйленіп, үй болып кеткенше әр апта сайын айтылды. Ақыры қатын болатын қыз іздегендер өз іздегендерін тапты. Ал кейбірі әйелі болатын қызды алып, бақытты әрі берекелі өмірлерін сүріп жатыр. Бұл қысқа диалогтарды, бұл тақырыптарды жасы 25-ке жетпеген және одан асып кетіп, 30-ды алқымдап қалған ортадан жиі естисің. Солай қалыптасқан қоғам. Басқаша ойлауға, басқаша ой түюге, ішкі комплекстен бастап, бала күнде алған тәрбие, көргені мен білгені кедергі бола береді. Бір қызығы, қыздардың да ортасында күйеуге тиіп алу керек еді дейтін мәселе бар. Жастары келе бастаған қыздар, немесе тұрмыстың ащы дәмін ерте татып, ерте есеюге бейім жас қыздар да күйеудің қамын ерте ойлайды. Ерте отбасын құру өте жақсы ой. Дегенмен ойдың салмағына қарай, егер ой қорғасындай салмақты болмаса, жел тұрса желігіп, әр жаққа ұшып қонып тұратын болса, онда құрған шаңырақ шайқалып, ортасына ерте түседі. Соның кесірінен жетім мен жесір, алимент төлеуден қашатын әке пайда болады. Адам отбасын құратын кезде мейлі жігіт, қыз болсын, жүректен бөлек ақылды да толық пайдаланғаны дұрыс. Көзсіз махаббат жарға да жығады. Қазір ақпараттың ағыны тоқтаусыз ағылып тұрған дәуірде алдымыздан шығатын романтикалық фильмдер, сериалдар, кітаптар мен оқиғалардың бәрі шынайы деп қабылдауға келмейді. Себебі бәрі экран ар жағында болып жатқан секілді сұлу да көркем, сондай бір асқақ сезімдердің түйісуінен тұрмайды. Бұл өмір. Ол ақ пен қарадан, қуаныш пен қайғыдан жаралған. Кішкентай балаларға қарап, олардың ойнап жүрген, күліп жүрген сәттеріне көз салсаңыз, қандай бақытты жандар деп баға бересіз. Иә, рас, сіз де солай бір кезде бақытты болғансыз.
Алайда бақытсыз деген терминнің бар екенін түсінген, білген, оған ұрынған күннен бастап өзіңізді шынымен де бақытсыз сезіне бастадыңыз. Соған қарай өмірдің жолы да тек мұңнан, қайғыдан, қарыздан, бітпейтін тіршіліктің проблемасынан арылмай кетті. Ендеше өмірде бәрі супер дейтін түсінік жоқ. Бұл ақиқат. Оған солай қарай алу керек. Оған дайын болу қажет. Отбасы болғанға дейінгі кезеңде де осындай ойдың болуы, проблемаларды көре алу қабілетіміз заңдылық. Кез келген жағдайда алда болатын нәрсеге дайындық қажет. Дайындық болмаған күннің өзінде оны бетпе-бет қабылдап, алдынан күтіп алған жақсы. Қашқан сайын онымен бір толқында болудың орнына қайғыңды жағаға қарай тартқан сайын ештеңе өзгермейді. Толқын табиғи құбылыс. Ол саған ескертпейтін, саған алдын ала айтып келмейді. Отбасы болған кезде болатын проблемалар да дәл сол секілді. Ал оның туындауы, әрі шешімін таппауы отбасы болғанға дейінгі өмірде басталып кеткен. Жоғарыда аталған кейсті талдап көрейік. Оқиға өмірде болған. 23 жастағы жігіт ата-анасының үйлен балам деген сөзінен шаршаған және үйленуді кезінде ұбт тапсырып, грантпен оқуға түсіп кеткен сәттегі өтпелі бір кезең ретінде бағалап отыр. Оны отбасы болғаннан кейінгі өмір әлі ойландырып тұрған жоқ. Оның ақылында, бәлкім ақылы емес, жай ғана ойында, тек үйлену керек және қыз табу қажет деген сигнал ғана бар. Ата-анасы бәрін алдына тосып өсірген ұлдың жалғыз ғана міндеті табу. Бүгін солай болар, ертең ше? Ертең ата-ана мәңгі қасында бірге болмайды. Бәлкім түскі асқа тек торт жеп отырған әулеттің басына қара бұлт келер. Отбасы жақсы табыстан айырылып, қыз ғана тауып келген ұлға нан да табу керек болатын күн туар. Сол кезде ше? Сол кезде жігіттің әрекеті қандай болмақ? Міне, осы мәселе алдымен адамға ой салуы қажет. Бұл мәселе күйеуге тие салам деген қызға да түрткі болуы тиіс. Өйткені бақ деген мәңгі бір жерде тұрақтамайтын нәрсе. Оны ұстап тұратын тек ақыл мен жауапкершілік. Інімнің жасы қазір шамамен 26-ға келді. Үйленген жоқ, әлі бойдақ. Себебі қызды таба салудың оңай емес екенін енді түсінді. Ол өзінің адамын жүрекпен емес, той белгіленген уақытқа дейін табу керек деген сараң ақылмен өлшеді. Ата-анасы да үйлен деп айтуын қойды. Оларға әсер еткен көрші үйдегі жағдай. Өз балаларымен тете өскен көршінің ұлы да солай желігіп үй болды. Үйге түскен келіннің аяғы ауыр болып, 6 айдан асқан кезде ажырасып тынды. Себебі олар отбасы болғаннан кейін, әйел адам бала көтергеннен кейін табиғи өзгерістердің болатынын, оған аса мән беру керек екенін болжамады. Ата-анасы өзіміз қараймыз, ештеңе етпейді, біз де бала туғанбыз деп жүріп, ақыры балалары алып келген келіннен құл жасады. Оған шыдамаған қыз ақыры тағдырын енді тек Құдайға және өзінің әке-шешесіне тапсырды. Ал әлгі жігіт енді әр жерде қыз қырынға қырындап, өзге бір үйде өзінің баласы өсіп жатқанын елемейді де. Сіздіңше бұл әділетті ме? Дәл осы проблеманы өтпелі кезең деп қарауға бола ма? Жігіт үйлену керек деп үйленбейді. Қыз да күйеу керек деп күйеуге тимейді. Дұрысы осы. Отбасы құндылықтар мен қасиеттердің, махаббат пен сезімнің, сыйластық пен құрметтің әлемі. Ол асығыс шешімдерді, арзан әзілді, арзан ойды, мәнсіз қарым-қатынасты, өтірік күлкі, өтірік алдауды, уақытша деп қарайтын ұғымдарды кешірмейді.
кез келген әлемнің өзіне тән заңы бар. Отбасы болғаннан кейін де оның заңына бағыну керек, оны сақтау керек. Жігіттердің ортасында айтылатын үйлену керек деген ойдың да сондай жеңіл айтыла салуы да қызға деген құрмет пен сыйластықтың жоқтығы, яғни оларға жеке тұлға ретінде қараған емес. Мәселен, үйленуге асыққан және қыз іздеген жігіттердің көбі ақылды, білімді, өте сұлу әрі жауапкершілікті талап ете алатын қыздардан гөрі өздерінің оң жамбастарына келетін, айтқанына көнетін, қарсы келмейтін, мүлде ой қоспайтын, тек тамақ істейтін, бала туатын, үйді жинап, күйеуін тәулік бойы күтіп отыратын жар іздейді. Дәл осы талаптардың орындалуы осыдан 20 жыл бұрын толыққанды жүзеге асқан болса, қазір заман басқа. Қазір отбасылық өмірден гөрі карьера мен оқуды, жеке кәсіп ашуды, жеке жүріп ақша табуды ойлайтын заман. Отбасы бәрінен биік тұруы тиіс. Алайда соңғы бірнеше жыл ішінде отбасындағы зорлық-зомбылық, ер мен әйелге қатысты позитивті ойдың негативке айналуы бәрінің орнын алмастырып жіберді. Қазір отбасы деген кезде тек проблеманың шеті көріне бастайды. Бұрын отбасы деген кезде ыстық ұя, жылы жер, жан тыныштығы елестейтін еді. Дәл осылай құндылықтардың өзгеруіне қоғам өзі әсер еткенін де ұмытпау қажет. Ол сіз бен біз, ер мен әйел, жігіт пен қыз арасындағы ортақ әңгіменің қалмауы. Арамызда үйлену керек еді деп жасы келіп, уақыты кетіп бара жатқаннан емес, ортасындағы достарының үйленіп кеткенінен қызығып, олардан қалып қалмау үшін, тездетіп солармен бір қатарда тұру үшін үй болатындар да бар. Дәл осы ұғым қыз баласына да тән. Яғни құрбыларының күйеуге тигенін, олардың бал өмір кешіп жатқанын көріп, күйеуге тисем, осының бәрі мені күтіп тұр деген сенімге алдануы. Ескерту: ешқандай жұп немесе кәсіпкер, жетістікке жеткен адам өзінің ең ауыр, әлсіз тұсын сізге айтпайды. Проблемасын жеткізіп, ақиқатында қандай екенін жарияға жар салмайды. Біз тек сыртқы формаға елітіп, көзді жұмып тұрып, шешім қабылдап қоямыз. Сондықтан отбасы құра салғаннан кейін бәрі бал өмірге түседі деген абстракты ойдан арылыңыз. Оны сіз және алған жарыңыз жасайтынын, тек екеуіңіздің қолыңызда екенін түсініңіз. Қазақ 7 рет өлшеп, 1 рет кес дейді. Түсінген адамға бұл бүкіл ғұмырда көмек болатын аталы сөз. Әр істе, шешім қабылдарда, отбасын құратын кезде, жар таңдауда, күйеуге тиерде ойға оралатын сөз болуы тиіс. Себебі асыққан шайтан ісі деген бар. Қандай жағдай болмасын, үй болудың, отбасы болудың қадірін ерте білген жөн. Ол біз ойлап жүргендей үйлену керек еді, күйеуге тию керек еді деген жеңіл ойдан биік тұрады. Ол тым ауыр жолдан, қиындық пен шыдамдылықтан, сабыр мен көркем мінездерінің тоғысуынан тұрады. Қымбатты тыңдармандар, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.